Сәлем достар, бүгін өте дәмді 5 ірімшік пиццасын дайындаймыз. YouTube каналыма подписацияны басып, YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып все дегенді таңдап қойыңыздар. Жаңа видео жүктегенде сіздерге хабарлама барып тұрады. Алдымен пиццаның қамырын дайындаймыз. Ұнның үстіне аштықыны салып, ұнның басқа жеріне қант және тұзды қосып, үстіне ертілген сармайды қосып, жылы сүт қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Илеп болған қамырды ауа өтпейтіндей етіп бетін жауып немесе пакетке салып қойсаңыздар да болады. 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Енді пиццаның бетіне жағатын ақ соус дайындаймыз. Кілегейдің үстіне мен пармезан ірімшігін салып, ірімшігі балқығанша осылай баяу отта араластыра отырып қайнатамыз. Пиццаның қамыры қатты көтерілуі шарт емес, 15-20 минуттай тұрса жеткілікті. Бұл қамырдың ерекшелігі оқтаумен жаймаймыз, аздап ұн сеуіп, осылай қолмен жаямыз. Және шет жерлерін осылай видеодағыдай етіп жасаймыз. Бұл пиццаның қамырын сәл қалыңдау етіп эксперимент жасадым. Оған енді ақ соусты жағып, енді жаңаға ақ соусты қамырдың бетіне жағамыз. Бұл жерде мен 4 ірімшік пиццасын жасаймын. Моцарелла, чеддер ірімшігін және комо ірімшігін немесе гауда ірімшігін қоссаңыздар да болады. Және дорблю ірімшігі, яғни көгерген ірімшікті бетіне осылай қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200-200 градус шамасында дайын болғанша, қызарғанша пісіреміз. Мінекей 4 ірімшік пиццасы дайын, өте дәмді болып шықты. Енді 5 ірімшік пиццасының қамырында тура осылай, бірақ жұқарақ етіп жайып эксперимент жасадым. Жұқарақ етіп жайсаңыздар өте дәмді шығады. Және соустың орнына мен кілегейді осылай жағып шықтым. Бағанағы мен көрсеткен ақ соусты жақсаңыздар да болады. Моцарелла ірімшігін, чеддер ірімшігін, гауда ірімшігін, дорблю ірімшігін бетіне осылай қойып шығамыз. Дорблю, яғни көгерген ірімшіктің орнына бринза қосып жүрсеңіздер де болады. Және ең соңында бетіне пармезан ірімшігін үккіштен өткізіп септім. Ақ соустың орнына кәдімгі қызанақтан жасалатын соус қоссаңыздар да болады. Описанияға сілтемесін қалдырып кетемін. Және ақ соустың басқаша түрінде қоссаңыздар болады. Бәрін описанияға қалдырамын. 200-220 градуста дайын болғанша пешке салып аламыз. Мінекей 5 ірімшік пиццасы пісті. Өте дәмді болып шығады. Бәріңіз жасап көріңіздер. YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, подписацияны басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы жаңа видеода кездескенше астарыңыз дәмді болсын.